Ассалаумағалейкум құрметті тойшы қауым. Аға апа түсіріп жатқан келіндеріңіз отбасыңызға тек жақсылық алып келсін. Талантты ұл қыз бардың көкте сөнбес жұлдызы бар дейді ғой, мына көкте сөнбес жұлдыздарыңыз көбейе берсін. Ал Ахмет брат, мен сені өзгелерден саяқ көрдім, қасыңа таяп келдім. Өзім әлі бойдақ болып жүргеннен соң үйленген сені көріп аяп тұрмын. Жақсы жандарға табылады әркез молсыншы, басыңа сенің бағыңда бүгін қонсыншы. Алладан кейін жеткізген осы думанға алдымен мына ата-анаң аман болсыншы. Дау болса тезірек шеше білген, жансың ғой қателікті кеше білген, төрт қобалаң тең болсын деп тілеймін, төрт аяқ шығып жатып төсегіңнен. Үй болып міне көтеріп жатсың қосыңды, бойдақты ғұмыр осымен енді тосылды. Күнде жасайтын үйреншік болған ісіңе, түнде жасайтын тағы бір жұмыс қосылды. Құрметтей біліп жеңгесі менен ағасын, қадірлей жүріп әкесі менен анасын. Әсемжан саған бір ғана айтар тілегім, кірлетпе енді жарыңның жарылғаш жағасын. Ахметтің айтқандарын екі етпе сөйлеме жекіріпте. Күйеуге шығып алдың, бұдан кейін жыл сайын шыға бердік декретке. Құдайым 3 күннен соң жүкті қылсын, болашақ балаларың мықты болсын. Ал Ахмет брат үйленген жігіттердің партиясына кіруің құтты болсын.